Сәлем достар, бүгін сіздермен пияздың пайдасы туралы ақпаратпен бөлісемін. Бірінші біздің парақшамызға жазылып, лайк басып, толық ақпаратты тыңдаймыз. Пияз құрамында түрлі дәрумендерге бай минералды тұз, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін, көзді ашытатын ұшпалы фитоницид деген заты бар. Ол ауадағы ауру тарататын микроб пен бактерияларды жояды. Пияздың сөлі емге пайдалы. Мәселен, пиязды спиртке қосып жасаған аллачеп деген дәрі асқазан, ішек науқасына, сондай-ақ атеросклерозға да ем. Пияздың қанның құрамындағы қантты азайтатын қасиеті бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Бәзбіреулер мұрнына су ағып, тамағы қызарып, ауырған кезде пияз сөлін тамызады. Бұл дұрыс емес. Себебі қызартып, бөртіп тұрған сілекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шайнектегі ыстық суға қосып булап емдеген пайдалы. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталатындықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады. Іріңдеген жараға, үсіген жерге басуға да болады. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек болғандықтан пиязды жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. Ескерту: пияздың емдік қасиетінің шипасын көру үшін алдымен дәрігердің ақыл кеңесіне жүгініңіз. Себебі бірқатар ауруларға пияздың пайдасынан гөрі зияны да мол. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сіздермен ақпарат бөліскен Адам әнд тағам каналы.